Біздің қашуымыз осыншалықты тереңдеп кетеді деп ойламадым. Директор өзіне шақыртып, ұрсып, жазалайды, сонымен бітеді ғой деп ойлаған едім. Ал бізбен барлығының көзінше сот отырысын жасады. Амелияны осылайша олар жер қылды. Мен мысалы оның анасының адам өлтіргені үшін түрмеде отырғанын білген жоқпын. Егер оны балалар үйіне әкелгенде беті болған болса да, оны сахнадан жар салудың қандай қажеті бар. Амелияны да, өзімді де қатты аяп кеттім. Балалар үйінің барлық жандарының көзінше сағымызды сындырып тастады. Енді болжаудың да қажеті жоқ, жазалайды, бізді аямай. Бәрі менің кесірімнен болды. Мен бәрінен кешірім сұраймын деп кінәмді мойындауға шешім қабылдадым. Енді ешқашанда қашпайтын боламын. Бәріне мен кінәлімін. Өтінемін, Амелияны жазаламаңыздаршы. Қарашы мұның серілігін. Екеуі де кінәлі. Мен сені бірінші күні біліп тұрғаным жоқ. Директор болып тағайындалғанға дейін сендер сияқтылардың талаймен жұмыс істегенмін. Сондықтан бұл жерге балалар қалай келетінін тәуір-ақ білемін. Егер сендердің аналарың дұрыс адам болғанда, 40 жасында өліп қалмас еді. Спирттік ішімдіктермен дос болған ғой шамасы. Артынан әкелерің де қайтыс болды. Жақсы адамдар ұзақ жасайды. Оның үстіне соңдарынан қаншама бала қалдырды. Мемлекетке масыл етіп. Біздің анамыз ондай болған жоқ. Бұл айқайдан мен салбырап кеткен басымды тік көтеріп алып қарасам, әпкем Әлия екен. Көзінің жасын сүртіп тұрып, ол ата-анамыздың неден қайтыс болғанын айта бастады. Кіші топтағы балалардың арасында отырған Зүлфира да жылай бастады. Егер білгілеріңіз келсе, анамыздың төс белгісі де болатын. Егер ол тірі болғанда ғой. Директор Әлияның сөзін аяқтатпай бөліп жіберді. Жетеді. Біз сендердің шешелеріңді мақтау үшін жиналып отырған жоқпыз. Бұрыннан білеміз, сендер кімдердің балалары екендеріңді. Балалар, бір нәрсені есте сақтаңдар. Кім қашады, немесе тәртіп бұзады, бастарыңнан сипамаймыз. Қайталаймын, естеріңде жақсы сақтап алыңдар. Амелия мен Ильясқа жаза бір ай бойы ешқандай серуендеуге шықпайды. Тек мектепке барып қайтады. Бұл ең жеңіл жаза. Кішкене жеңілдеп қалдым. Демек, директор бізді колонияға жібермейтін болды. Былтырғы жылы бір баланы сонда жіберетіндіктен бізге де осындай қауіп төнген еді. Мавлида Нұрғалиқызы жалғастырды. Кейінгі кезде тым беттеріңмен кеттіңдер. Кейбіреулеріңді орныңа қою керек. Бізде бұрын үлкендер кішілердің тәртібіне қараушы еді. Бұл жұмыс босаңсыған екен. Ол біреуді іздегендей көзімен отырған балалар жаққа қарады. Даня осында ма? Қане көрінші. Орнынан бойы ұзын, қолдарын қалтасына салған бір жас өспірім тұрды. Беті сепкіл, ылғи үйпа-түйпа болып жүретін Даян менен 4 жас үлкен. Бірақ солай бола тұра бізден бірақ сынып жоғары оқиды. Тәрбиешілер де, басқа қызметкерлер де онымен ортақ тіл табысады. Басқаларға шаш өсіруге болмайды, ал оған болады. Бірдеңе болса болды Даян. Оның еркеліктеріне директордың өзі де кешіріммен қарайды. Даян үшін киімдерді де бөлек сатып алады. Ендіше, ол балалар үйінде атаман. Оның алдында тәрбиешілерді тыңдамайтындар да қаздай тізіліп жүреді. Барлық үшін ол Даян ағай. Тыңдап тұрмын сізді, Мавлида Нұрғалиқызы. Ол өзін қалай маңызды сезінеді. Ендіше, директордың сенімді адамы. Оның киімдері де басқалардан ерекшеленіп тұрады. Бізді бірдей киімдермен киімдірсе, оның киімдері тіпті басқаша. Даян, не бұл? Деп сұрады директор. Бізді саусағымен көрсетіп. Жігітім, тәртіп нашар болып тұр. Қалай ма? Қалаға қарай қашады. Тәртіп те, режим де жоқ. Мені көздеріне де ілмейді. Бұлай болмайды. Қане, мына балалармен дұрыстап сөйлес. Әйтпесе, беттермен кетті. Түсіндім деп Даян басын изеді. Мавлида Нұрғалиқызы сахнадан түсті де аяқ киіммен тықылдата басып шығар есікке қарай беттеді. Бүгінгі қойылымды өзі аяқтады. Жақсы, топтарыңа барыңдар. Сендерге бұлай істеуді Құдай жазбасын. Қашқандарға кешірім болмайды, деп айтты да күлімсіреп залдан шығып кетті. Балалар өздерінің бөлмелеріне қарай жүгірді. Кішкентайларға қызық керек. Директордың сөздерін қайталап жатыр. Қашқындар, мынау бастық, қарашы мынау серіні. Амеля, Әлия, мен үшеуміз де өз топтарымызға кеттік.
үй тапсырмасын аяқтау керек. Кешкі астан соң біздің топтың балалары қар кіреу үшін аулаға шықты. Таза ауада жұмыс істеген жеңіл. Аз уақытта да ауланың біраз бөлігін қардан тазалап, барлық қарды бір жерге үлкен етіп үйіп тастады. Істелген жұмысқа риза болып отыра кеттік. Осы сәтте Даян көрінді. Жанында тағы 3 бала бар. Олар бірден бізге қарай бұрылды. Жақындай бере ол маған күле бастады. Ой, біздің қашқын мындай екен ғой. Сені көруге келе жатыр едім. Менің есімім бар. Жарайды, тыпырлама, әйтпесе тіліңді бірден қысқартып алам, деп Даян өктем сөйледі. Шындығында онымен дұрыс сөйлесу керек. Бірақ мен оған ешқандай жамандық жасаған жоқпын ғой. Мен оның алдында кінәсіз болғандығымнан ақталғым да келмеді. Ол болса мені үндемей тұрады деп ойладау. Мен өз-өзіме араша түсуге бекіндім. Сен неге еш кінәсіз маған соқтығасың, деп жақтырмай жауап бердім. Мен не істедім саған? Сен не дедің, боқмұрын? Мә, өзіңнің сөздерің үшін сазайыңды тарт. Ол кенеттен менің құлағымнан ұрып жіберіп еді, басым айналып қоя берді. Даян ағай, не істеп жатырсың? Менің тобымнан біреу маған жақтасқысы келді. Бірақ бұл сөздер біздің ағатайды одан бетер ашуландырды. Сендер бұл жерде неге тұрсыңдар? Тез арада менің көз алдымнан жоғалыңдар. Мүмкін сендерді де 1-2 рет ұру керек пе? Даянның өктем үнінен қорыққан балалар сол сәтте қашып кетті. Мен, Даян, оның 3 серігі ғана қалдық. Қалай, өз кінәңді мойындауға дайынсың ба? Балалар үйінің атаманы жұдырығын түйіп алып тұрып менен сұрады. Мен басымды шайқадым. Онда мә саған, тағы 1 рет қатты теуіп жібергеннен мен құлап түстім. Оның жандай шаптары тек қана Даянның бұйрығын ғана күтіп тұр. Барлығы маған лап қоюға әзір. Ағай, қане мына есуасқа үйретейік. Ой, онымен ұжақ тәжікілесіп тұрамыз ба? Жоқ, деп оларды Даян тоқтатты. Мен мұны қалай жазалау керек екен баяғыда ойлап тауып қойғанмын. Қашқын, маңғаңды сүртіп ал да кешірім сұра. Мен жауап бермедім. Даян енді бетімнен тепті. Мұрнымнан қан кете бастады. Сен бұл жерде тәртіпке мен жауап беретінімді жақсы білесің. Ал сен шайтан алғыр, қашып кетуге батылың барды. Директордың бұл үшін Даянға ұрсатын ұмытып кеттің бе? Мавлида Нұрқали қызының залда бәрінің көзінше не айтқан естідің бе? Балалар үйіндегі тәртіп ақсап жатыр дейді. Ал ол сен сияқты малдардың кесірінен. Білесің бе, сол үшін сені не күтіп тұрғанын? Айғайлап алған менің ұстазым Даян аз ғана сәтке тұрып қалды да жанына 3-еуін шақырды. Кәне, қашқынның бәтеңкесін шешіңдер. Не істеп жатырсыңдар? Шешпеймін мен аяқ киімімді. Біз сенен сұрамаймыз да. Мен ұстап тұрмын. Сендер бәтеңкесі мен шұлығын да шешіп алыңдар. Қойыңдар, керек жоқ, суық қой. Даян мені әуелетті қолдарымен ұстап алды. Оның күшіктері 2 бәтеңке мен шұлығымды шешіп алды. Қарда жалаң аяқ тұрған мен жүздеген инелердің теріме кіріп жатқанын сездім. Аяқ киімімді қайтарыңдар, суық. Бұл оларды одан сайын қотыртып жіберді. Ат шулы қашқын, енді өзіңнің қабілетін көрсетсін, деп айғайлады Даян. Сен енді балалар үйінің маңын айналып жүгіріп шығуың керек. Біз уақытты есептеп тұрамыз. Егер 3 минутта жүгіріп келмесең, онда тағы 1 шеңбер жасап жүгіріп келуің тиіс. Жүгірмеймін. Аяқтарым қатып қалды. Бәтеңкелерімді қайтарыңдар. Қане балалар, соңына түсіп жүгіртіп отырыңдар. Әйтпесе басқа жаққа қашып кетуі мүмкін. Ал мен осы жерде уақытты есептеп тұрамын. Неге тұрсың? Жүгір. Қашқаның үшін жауап беруің керек. Менде таңдау қалмады. Тістерімді қатты қысып алып алға қарай жүгірдім. Балалар артыма ілесіп жүгіріп келеді. Кішкене шыдай түстеп өзімді өзім жұбатып қоя. Қатып жатқан қардың табанымды қарғаны сондай суық сүйегімнен де өтіп кеткендей күй кештім. Бірақ мен тоқтамауым керек. 3 минутта жүгіріп келуге тиістімін. Алдымда гараж. Оның жанынан қалай өтсем екен? Гараждың алдында жүргізушілер ылғи көліктерін жуады. Аққан су бірден мұзға айналады. Мұзбенен қалай жүгірсем екен? 1 секундқа ойланып қалдым. Артымыздағылар: "Ұмытпа, 3 минут", деп айғайлады. Не болса ол болсын. Алдыға қарай ұмытылдым. Сіз мұздың үстінде жалаң аяқ жүріп көргенсіз бе? Сол бір қиын минуттарды еске алудың өзі қорқынышты. Үшкір шегелердің үстімен жүгіргендеймін. Аяғым мұзға жабыса берді.
Мен болсам жүгіруім керек. Кішкене тұрып қалсаң болды. Екінші аяғың да жерге жабысып қалады. Қиындықпен аяғымды жұлып аламын. Әрі қарай әр аяғымның ізінен қан қалып жатыр. Даянға дейін аз қалды. Гараж артта қалғалы қашан. Бірақ күшім таусыла бастады. Аяқтарымды сезбей де қалдым. Мен қар мен мұзда емес, үлпілдеген жүннің үстінде жүгіріп бара жатқандаймын. Басым ысып, көзімнің алды тұмандана бастады. Мен қардың үстіне жұмсақ қана құлап түстім. Ешқандай ауырлықты сезбей де қалдым. Бір жерің ауырып қалды ма, балам? Анашым, сені қатты сағындым ғой. Неге бізді тастап кеттің? Сенсіз сондай қиын бізге. Өз-өзіңе кел, ұлым. Сендердің жандарыңда бола алмағаным үшін маған да қиын. Маған бүгін ауыр күн болды. Тірі болғанымда ешкімнің ренжітуіне жол бермес едім. Қайтсем екен, Құдайым-ау, аяқтарың қатты ауырып тұр ма, ұлым? Жоқ, анашым, ауырмайды. Маған қардың үстінде емес, жып-жылы жүннің үстімен жүгірген сияқтымын. Ол жүн емес, балам, менің алақаным болатын. Мен жаныңда жүгіріп келе жатып, табаныңның астында алақандарымды қойып отырдым. Сен қатты қиналмасын деп солай істедім. Рахмет, анашым, мен сені қатты жақсы көремін. Бізді бұл жақтан алып кетші өтінемін. Қолымнан келмейді, құлыншағым, бірақ мен ылғи сендердің жандарыңдамын. Қолымнан келгенше сендерді ары қарай қорғауға тырысамын. Сендерден сұрайтыным, мен сендер үшін ұялып қызармайтындай ешқандай жаман іс істемей жүріңдерші. Қош бол, ұлым. Ұмытпа, мен ылғи қасыңдамын. Сөйтсем, анам менің түсіме кірген екен. Медпункттің төсегінде ояндым. Жанымда медбике Сайда апай, бірнеше тәрбиеші, тіпті директор да тұр екен. О, сен бізді қорқыттың ғой, Ильяс? Мавлида Нұрқалиқызы күлімдей бастады. Жолдасымен мұнша аяусыз іс істеуге Даянға кім рұқсат берді екен? Көресің, мен оны міндетті түрде жазалайтын боламын. Аяқтарың қатты ауырып жатыр ма? Көзімнен ірі-ірі жас тамшылары ағып кетті. Бірақ директордың сұрағына жауап бергім келмеді. Ештеңе етпейді, деді медбике. Егер далада енді біраз қалғаныңда тіпті қиын болар еді. Аяқтарыңды спиртпен сүртіп, қыздыратын жақпамай жағып қойдық. Жауап директорды кішкене тыныштандырды. Бірақ болған іске өзінің қатысы болғанын да сезді. Сондықтан оны қамқорсыған кейіп танытып, жуып шайғысы келді. Ильяс, саған жаңа бәтеңкелер сатып алуға қалай қарайсың? Жақын күндерде Уфаға бару жоспарымда бар. Сені Астанаға қыдыруға ала кетуге болады. Мавлида апай менің басымнан сипағысы келіп қолын созды. Оның жасанды минезі менің жанымды жылыта алмады. Мұны көрсе, анам не дейді? Мен оның маған жақындағанын қаламайтынымды білдіріп аунап түстім. Маған одан жаңа киім де Астанада керек емес. Бұл сәтте жанымнан ешкімді көргім келмеді. Жаным қатты ауырды. Бұл ауру, тіс ауруы мен жараланған табаннан 1000 есе күшті болды. Оны шіріген тіс сияқты жұлып алып тастай алмайсың. Жаным ауырып жатыр. Жаным жылап жатыр. Одан ауыр не нәрсе бар дейсің? Көктемнің жаймашуақ күні. Сыныптасым Фарит екеуміз мектептен қайтып келеміз. Ол кенеттен балалар үйінің жанында тұратын жасы егде әйелдің қақпасының алдына тоқтай қалды. О, қандай иіс десеңші. Апа балық қуырып жатыр. Досым терезеге қарай бұрылып иіскей бастады. Эх, шіркін, маған дәл қазір бір табасын берсе, бірден түк қалдырмас едім. Шынында да иіс керемет аңқып тұр. Балық жемегелі көп болған. Сондықтан мен де мұндай тамаққа кетер емес едім. Білесің бе, Фарит, менің анам балықты сондай дәмдетіп қуыратын. Ұнға аударып алады да, сондай дәмді болатын. Тәтті иіс анамның үстік құшағын тағы бір еске салып өтті. Эх, ата-аналарымыз тірі болғанда ғой. Тек балықтың иісін иіскеу үшін басқа біреудің терезесін торуылдап жүрмейтін едік қой. Күнде қуырып жер едік. Айтпа, балалар үйінде бізге балықты жей бермейді деп Фарит мұңайып бір ішін тартып қойды. Осы уақытта терезеден апаның өзі қарап қалды. Тағы да мына балалар үйінің балалары. Сол баяғы тіміскіленіп жүреді. Бірдеңе ұрлап кеткілері келіп. Кетіңдер, менің қақпамның алдында тұрмаңдар деп айғайлады да ашық тұрған терезесін жауып алды. Біз ары қарай кеттік. Фарит те мен де апаға жауап бермедік. Үлкен кісіге не айтасың?
Ақ көңіл Фарит ұрысқанды жеңіскенді ұнатпайды. Ол балалар үйіне жақында тап болды. Анасы қайтыс болды. Әкесі бұл жерге өзі алып келді. Біз бір бөлмеде тұрамыз, бірге оқимыз. Аз уақытта Фарит өзінің бар талантын танытып үлгерді. Ол суретті жақсы салады. Суретші болып туған ба дерсің. Оның үстіне өлең жазады. Мені таң қалдыратыны қарапайым нәрселерден керемет таба білетіні. Мысалы, көктемгі аққан суларды көреді де, бұлар да көктемге қуана алмайды дейді. Немесе бетін күнге бұрып, маған күн бізді жақсы көреді. Сондықтан біз оған рахмет айтуымыз керек. Ильяс, көз алдыңа елестетіп көрші. Егер ол бір тәулікке жоқ болып кетсе, біздің жайымыз не болмақ? Ол сондай қызық жан. Ол қазір де бір жақсы ұсыныс айтты. Білесің бе, Ильяс, мен саған бір нәрсе айтайын дегем, бірақ оны ешкімге айтпа. Қазір түскі аш ішіп алған соң өзенге балық аулауға барамыз. Келсесің бе? Мен ғой келсем, бірақ біздің қармағымыз жоқ қой. Ол да мәселе болып па? Ауылдың балаларының біреуінен сұрай тұрамыз. Ал жарайды. Біз қуана бір-біріміздің алақандарымызды қыстық та балалар үйіне қайттық. Түскі астан соң қалталарымызға дастарханнан қалған нанның қалдықтарынан толтырып салып алдық. Бұл күн Хакима апайдың кезекшілігі болатын. Ол мейірімді тәрбиеші, ешқашан айғайлаған емес, бостан-бос ұрыспайтын. Біз оның мейірімді кейпін пайдаландық. Өзенге жақын барып, сол төңіректе тұратын бір баланың қармағын сұрап алдық. Одан соң ағаштардың астынан жауын құрттарын тауып алдық. Содан кейін Белая өзенінің баяу бір ағысына барып отырдық. Маған екі жағаны жалғап тұрған ағаш көпірді ағызып алып кететіндей болып кетті. Қызық, мына күшті ағын соншама қайда ағысып бара жатыр? Егер ағысқа ұзақ қарап отырсаң, басың айнала бастайды. Ильяс, сен қармақты тастардан бұрын жауын құртқа бір түкіріп арманыңды айтқан жоқсың ба? Ол не үшін? Салты бар сондай. Олай істемесең, балық сенің жауын құртыңнан айналып өтіп кетеді. Байқаймын, сенің қармағыңа әлі бірде-бір балық түспеді. Шығар қармағыңды. Фарит күршекке жаңадан жауын құрт салып, тез-тез сыбырлап бірдеңелерді айтты. Одан кейін қармақты суға лақтырды. Сенен сұрауға бола ма деп оны өзіме шақырдым. Әрине, сен әкеңмен бірге балық аулауға барғансың ба? Фарит бет бейнесі бірден өзгеріп кетіп, ұзақ үнсіз тұрып қалды. Одан соң өзінің қайғылы оқиғасын айта бастады. Қайдағы, әкем менімен ойнамайтын да, ұзақ күнге достарымен жоқ болып кететін. Кешке мас болып келіп, ұрыс керіс бастайтын. Қыстың суық күндерінде де бізді үйден қуып шығушы еді. Бірде күндегі әдетінше кеш келіп тамақ сұрады. Мен ештеңе пісіре алмадым, отын жоқ, деді анам. Әкеме жын кіріп кеткендей, ол есіктің алдына жүгіріп шығып, шөрке алып кірді. Отын жоқ па? Міне саған отын деп айғайлап, анамды ұра жөнелді. Біз оны арашалауға тырыстық. Бірақ әкемнің ұрғанынан жан-жаққа ұшып түстік. Суыққа қарамастан жеңіл киінген анамды үйден қуып жіберді. Бізге, мен сендерге жақсы ана алып келем деді. Таңға жақын ғана ұйықтады. Біз есікті аштық. Қалтыраған анамыз шөптің үстінде отыр екен. Содан кейін аяулы анамыз жиі ауыратын болды. Түні бойы жөтелетін, ауа жетпейтін. Бірнеше айдан кейін анамыздан айырылып қалдық. Осы кезде Фарит бетін қолдарымен жауып қатты жылады. Маған досымның көз жасын көру ауыр болды. Қоя ғой Фарит, мен сені түсінемін. Әйтпесе бар балықты үркітіп аламыз, деп әзілдедім. Сенің қарындасың қайда? Екеуің бір туған емессіңдер ме? Көз жасын тие алмаған Фарит әңгімесін ары қарай жалғастырды. Я, ол менің туған қарындасым. Мен бірақ оны қайда екенін де білмеймін. Назгүлді әкем сығандарға сатып жіберді. Ол мас болған кезінің бірінде өзі айтқан солай деп. Кетшары, ол ойыншық емес қой, деп таңданысымды жасыра алмадым. Сығандар деревняда әдеттегенше бірдеңелер сатып жүрді. Әкем қарындасым екеуі аулада болатын. Қандай әдемі қыз, бізге сатшы депті сығандар. Ол ақмақ Назгүлді сатып жіберген екен. Фарит тағы да көз жасына ерік берді. Осы сәтте қармақтың жібі тартылғандай болды. Үлкен балық түскендей. Фарит, балық түсті, қармаққа тарт, тезірек тарт деп шыдамсыздана орнымнан атып тұрдым. Менің досым да жылауын тоқтата қойды. Қармақты тартып еді, үлкен балықты алып шықты. О, иә, Ілияс қара, қандай шортанды ұстағанымызды,
Мұңлы естеліктер аяқталып, оның орнына қуаныш келді. Ендіше, ұсақ түйек емес, үлкен балық ұстадық. Екеуміз де сылқия тоятын болдық. Шортан болса тулап жатыр, берілгісі келмейді. Біз балықпен алысып жүргенде көпірге үлкен қара жеңіл көлік тоқтады. Одан әдемі қара костюм киген бір ер адам түсті. Галстук таққан, бәлкім бір үлкен бастық болар. Ағып жатқан өзеннің үстіндегі сықырлаған көпірге бір қарап алды да бізге қарай жақындады. Сәлем балалар, сәлеметсіз бе деп бірдей жауап қайтардық. Сендер мектепте оқисыңдар ма? Иә, мұғалімдерің сендерге судың арнасынан көтеріліп ағып жатқан кезеңінде өзенге жақындамау керегін ескерткен жоқ па? Ескертті, дедім мен, бірақ балықты қатты жегіміз келді. Ата-аналарың балық сатып әпере алмайды ма? Деп қара костюмдегі аға сұрақтарын ары қарай жалғастырды. Балалар үйінеміз, деді Фарит. Қараңыз, біз қандай балық ұстадық? Сізге де жетеді. Балалар үйінеміз деңдер. Қане, көлікке отырыңдар. Мен сендерді үйлеріңе дейін жеткізіп тастайын. Бұл кезде өзен жақта жүру қауіпті. Жас жүргізуші бізге көліктің артқы есіктерін ашып берді. Бәріміз отырған соң көлік орнынан жеңіл қозғалды. Костюм киген аға бізге бір-бірден кәмпит ұсынды да біздің аттарымызды сұрады. Қайта-қайта қойын дәптеріне бірдеңелерді түртіп жазып отырды. Балалар үйіне дейін тез ақ келіп қалдық. Қоштасып тұрып ол кісі түсін суыта бізге қарап саусағын шошайтты да. Енді жалғыз өздерің өзенге бармаңдар, директорларыңа сәлем айтыңдар деді. Кәмпитіңіз үшін рахмет ағатай, ал жақсы сау болыңдар балықшылар, деді де кетіп қалды. Фарит екеуміз соңынан қолымызды ұзақ бұлғап тұрдық. Балық өте дәмді болып шықты. Асханадан май сұрап алдық та өз тобымыздың ас үйінде қуырып алдық. Бәрімізге аз-аздан жетті. Тіпті Хаким апайға да бердік. Ұйықтардың алдында бәріміз баяғыда ұмытылған қуырылған балықтың дәмі жайлы әсерлерімізді қуана бөлістік. Мені бір сұрақ мазалай берді. Қара көлікте болған кісі қандай бастық болды екен? Үшінші сабақ болып жатқанда мектептің завуч кірді. Көзілдірігін түзеп алды да қатарларға бір көз жүгіртіп алып мұғалімдерге қарай бұрылды да сөйлеп кетті. Кешіріңіз, маған Ильяс пен Фарит керек еді. Оларды тез арада балалар үйінің директоры шақырып жатыр. Сол сәтте Зәрем зәр түбіне кетті. Біз не бүлдірдік екен? Тезірек балалар, директор сендерді шыдамсыздана күтіп отыр деп завуч бізді асықтырды. Мұғалімге қарады да мен директордан сабақтың аяқталуын күтуін сұраған едім. Бірақ ол кісі көнбеді. Бірден жіберуімді сұрады деді. Бір жағынан жақсы, сабақтан ерте кеттік. Екінші жағынан бізді балалар үйінде күтіп тұрған беймәлім жайт алаңдатуда. Мүмкін біз жайлы біреу арызданды ма екен. Бірақ ешқандай жамандық жасамаған едік қой. Мектепте сабақтарымыз жақсы. Болатын нәрседен айналып өте алмайсың, үйге қарай тартып отырдық. Балалар үйінің кіре берісіне таянғанымыз сол еді. Күзетші біздің бірден директордың бөлмесіне кіруімізді бұйырды. Мавлида Нұрқали қызының есігін алдында келгенімде үнемі менің аяғым дірілдейді. Сөйте тұра, тәжірибелі адамдай бірінші болып есікті қақтым да аштым. Сәлеметсіз бе? Кіруге болады ма? Келдіңдер ме қойлар? Кіріңдер, тойымсыз көздер. Директордың түрі де, сөйлеу мәнері де ешқандай жақсылықтан хабар беріп тұрған жоқ. Есік ашылғаннан ақ ашулы көзбен бізге атылардай болып отыр. Міне ұжым болып жиналып сендерді күтіп отырмыз. Бізге басқа айналысар нәрсе жоқ қой, рас па? Я, біз асыр салып ойнап, дәмді тамақ жеп, тәтті ұйықтағаннан басқаны білмейміз деп бір тәрбиеші зілмен күлді. Сендер балалар, жұмыс істейсіңдер, ал біз ойнаймыз. Солай ма? Ильяс, Фарит? Не болды? Бәрі бізді жеп қоюға әзір. Бүкіл ұжымның директордың бөлмесінде жиналып отырғаны бекер емес. Қане, кеше сендер қайда болдыңдар? Деп Мавлида Нұрқали қызы тесіле қарады. Балық аулауға бардық деп жауап бердім мен. Боқмұрын, сен іріленіп батыр боп кеткен екенсің. Су тасып жатқанда рұқсатсыз өзенге кетіп, онымен қойбай мақтанып тұрғандарын қара деп директор ашуланды. Сендер не, аш болдыңдар ма? Балық жегіміз келді деп Фарит те үн қосты. Бұл сөз ұжымды сілкіп жібергендей болды да тәрбиешілер араның ұясындай гуілдеп кетті. Бұларға үнемі бірдеңе жетпей жүреді. Айтпа, бұлардың жеп жүргендері балаларымыздың өңі түгіл түсіне де кірмейді. Бөлтірікті қанша асырасаң да орманға қарап ұлиды деп бекер айтпайды ғой. Міне, алқаштардың балалары адам қыламыз деп өмірімізді сарп еттік.